Сәлем, құрметті оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін бізде математика пәні бойынша ұбт-ға дайындық курсының келесі сабағы. Көптен күтіп жүрген сабақтардың бірі болуы мүмкін, бірақ бұл математикада ең қызық тақырыптардың бірі. Бүгін біз логарифмдерді бастаймыз. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде енді шыны керек, жалпы тесттің 30% осы логарифмдерден тұрады. Сондықтан бұл тақырыпты жақсы меңгеріп алу сендер үшін өте маңызды. Сондықтан айтылатын барлық ақпараттарды, әрбір формуланы естеріңе мұқият сақтап алыңдар. Біз бүгін логарифмнің қасиеттерімен танысатын боламыз. Олай болса, бірден сабақты бастап кетейік. Жалпы логарифм жалпы қайдан шыққан нәрсе? Бұл өткен жолғы біз өткен қарапайым санның көрсеткіші бар ғой. Міне соның басқа түрде жазылу. Сендерге қарапайым тілмен айтқанда, бұны мен де білмеймін, не үшін оны шығарған. Бірақ онымен есеп шығарған өте ыңғайлы және өте қызықты. Мысалы, бізде мынандай нәрсе қалыптасқан. Егер А санның қандай да Б дәрежесі, ол бір С-ға тең болсын. А санның Б дәрежесі қандай да бір С санына тең болады. Ол жай ғана А санның Б көрсеткіші. Енді осыны басқа түрде біз былай жазамыз. Логарифм А негізді С тең болады Б-ға. Яғни осы жерде оның негізі логарифмнің астына дәл осылай жазылады. Және де оның дәрежесі теңдіктен кейін жазылады. Ал оның мәні міне логарифмнің алдына дәл осылай жазылады екен. Жалпы осы ережені ұмытпаймыз. Дәл осы бойынша любой есепті шығаруға болады. Енді есепті шығару үшін міндетті түрде біз логарифмнің негізгі 10 қасиетін біліп алуымыз қажет. Енді мынау нақтырақ түсінікті болу үшін біз былай жасайық. Мысалы, қарапайым 2-ның кубы 8-ге тең. Міне, осы теңдік орындалу үшін осыны логарифм түрінде жазайық. Мысалы, оны жазу үшін біз логарифм 2 негізді 8 тең 3 ретінде қолданамыз. Өйткені міне 2-ның кубы 8-ге тең. Немесе логарифм 4 негізді 64 ол 3-ке тең. Өйткені неге мен білемін, өйткені 4-ның кубы 64 екенін. Яғни дәреже теңдіктен кейін жазылады, негізі логарифмнің астына жазылады, ал оның мәні логарифмнің алдына осылай жазылады екен. Енді оның қасиеттеріне тоқталайық. Ең бірінші логарифмнің қасиеті ол мынау. Логарифм А негізді 1 ол әрқашан 0-ге тең. Мінекей, не үшін? Өйткені қандай да санның 0 дәрежесі ол всегда бізде 1-ге тең болады. Мысалы, логарифм 3 негізді 1 ол ойланбай 0 десеңдер болады. Өйткені логарифм мысалы 5 негізді 1 ойланасыңдар. 5-нің қандай дәрежесі 1 болуы мүмкін? Әрине 0. Демек, логарифм 5 негізді 1 бізде 0-ге тең. Тіпті логарифм 100 негізді 1-ді алатын болсақ, ол тоже бізде 0-ге тең. Өйткені 100-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. Тіпті логарифм миллион болсын, миллион негізді 1 болған күннің өзінде де оның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни миллионның 0 дәрежесі 1-ге тең екен. Бірінші қасиет осылай. Өте қарапайым, ал енді екінші қасиетке тоқталайық. Екінші қасиет. Логарифм А негізді А ол 1-ге тең. Яғни любой санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең болады. Оны ұмытпауымыз керек. Мысалы, логарифм кез келген бірдей сандар болсын. Мысалы, логарифм 4 негізді 4 ол 1-ге тең. Өйткені неге? Өйткені 4-тің 1 дәрежесі ол 4-тің өзіне тең. Логарифм 7 негізді 7-ні алсақ, ол да бізде 1-ге тең болады. Тіпті логарифм 500 негізді 500 алайық, ол да бізде 1-ге тең. Менің ойымша бастапқы бірінші және екінші қасиеттер сендерге мүлдем қиындық тудырмайды. Өйткені өте кішкентай жастағы балалар болсын, менің ойымша бұны есте сақтап қала алатындай нәрсе. Енді ары қарай қасиеттерді жалғастырайық. Келесі, үшінші қасиетке тоқталайық. Логарифм негіздері бірдей логарифмдерді бір-біріне қосқан кезде қандай жағдай орын алады? Мысалы, логарифм А негізді X қосылған логарифм А негізді Y. Ол кезде бізде оның негізі сақталады, ал қосылған кезде оның мәндері, яғни X және Y бір-біріне көбейтіледі екен. Мінекей дәл осылай. Яғни оған бұлай сандық мысал келтіретін болсақ, логарифм 3 негізді 4 қосылған логарифм 3 негізді 5. Бұл кезде оның негізі сақталады деп айттым, яғни 3-тің өзі қалады, ал
4 және 5 сандарын бір-біріне көбейтеміз. 4-ке 5-ті көбейтсек, ол бізде 20-ға тең. Демек, логарифм 3 негізі 4 қосылған логарифм 3 негізі 5, ол бізде логарифм 3 негізі 20-ның өзіне тең. Немесе тағы да өзгертейік. Логарифм 8 негізі 23 қосылған логарифм 8 негізі 3. Оның негізі сақталады, логарифм 8 негізді. Ал 23-ке 3-ті көбейткенде ол бізде 69-ға тең екен. Мінекей. Менің ойымша үшінші қасиет қатты қиындық тудырмайды. Енді дәл осыған қарама-қарсы қасиет бар. Ол мынадай. Қосылған емес, енді азайтылған кезде негіздері бірдей логарифмдердің. Мысалы, логарифм а негізді x-тан азайтатын болсақ, логарифм а негізді y-ті. Ол кезде негіз тағы да сақталады, ал сәйкесінше азайту болғандықтан x-ті y-ке бөлуіміз керек. Мінекей x бөлінген y болады. Сандық мысалмен көрсетейік. Мысалы, логарифм 7 негізді 5 бөлінген логарифм 7 негізді 2. Сол кезде бізде негізі сақталады, ал 5-ті 2-ке бөлсек, ол 2-ден 5 күйінде бөлшек арқылы жазылады. Логарифм 7 негізді 2-ден 5 болады екен. Немесе тағы да өзгертейік. Логарифм 3 негізді 8 азайтылған. Мұнда мен бөлуді жазып қойып, азайту. Логарифм 3 негізді 4. Бұл кезде негіз тағы да сақталады. 8-ді 4-ке бөлген кезде бізде 2 қалады. Міне, өте қарапайым, артық ойлануды талап етпейді екен. Келесі, 5-ші қасиетке көшеміз. 5-ші қасиет. Оның логарифмнің мәнінің дәрежесіне байланысты. Мысалы, логарифм а негізді x-тің қандай да бір n дәрежесі болсын. Міне, осыған байланысты. Ол кезде ол дәрежемен біз бұлай жұмыс жасай аламыз. Дәреже логарифмнің алдына дәл сол қалпында көбейткіш болып түсе алады. Міне, дәл осы орынға сол кезде ол n көбейтілген логарифм а негізді x болады. Тағы да мысалмен көрсетейік. Мысалы, логарифм 5 негізді 7-ның квадраты. Яғни мұнда квадрат дәреже болғандықтан, ол логарифмнің алтына көбейтуі бара алады. Сонда 2 көбейтілген логарифм 5 негізді 7 деп жазалады екенбіз. Немесе тағы да біреу көрсетейін. Логарифм 3 негізді 8-дің 4 дәрежесі. 4 дәреже логарифмнің алдына бара алады. Көбейту болып, сонда 4 көбейтілген логарифм 3 негізді 8 бола салады екен. Өте қарапайым. Келесі қасиетке көшеміз. 6-шы қасиет бізде былай. Енді негізінің дәрежесіне байланысты. Мысалы, логарифм а негізді, яғни осы негіздің n дәрежесі болсын осында, және де x болсын. Енді осы негізінің дәрежесі қалай қызмет атқарады? Бұл негізінің дәрежесі де логарифмнің алдына көбейту болып бара алады, бірақ бір ғана шартпен. Ол кері түрде бару керек, кері болып бару керек. Мұқият есте сақтап алыңдар. Яғни логарифмнің алдында көбейткішпен оның негізінің дәрежесі екі ортада ауысқан кезде бір-біріне кері болып ауысады. Всегда. Мысалы, n-ға кері сан ол 1 бөлінген n. Сондықтан ол 1 бөлінген n болып түседі алдына. Логарифм а негізді x-тің өзі қалады. Ал 1 бөлінген n-ді қайтадан a-ға алып баратын болсақ, a-ның дәрежесі онда ол қайтадан кері болып n болып барады екен. Енді санмен көрсетейік. Мысалы, логарифм 5 негіз, яғни 5-тің квадраты болсын негізінде, және де мұнда 8 болсын. Оны шығарған кезде осы 2 деген негізінің дәрежесі логарифмнің алтына 2-ден 1 болып кері болып барады. Онда логарифм 5 негізді 8. Немесе тағы да бір логарифм 3 негізді осы 3-тің дәрежесі болсын. Дәрежесі 2-ден 3 дәрежесі болсын. Онда оның мәні 7 болсын. Осы 2-ден 3 дәрежесі логарифмнің алдына кері болып барғанда орындар ауысып кетеді. 3-ден 2 болып барады да логарифм 3 негізді 7-нің өзі қалады екен. Вроде қиын емес. Жақсылап ойланып қарайтын болсаңдар, қасиеттермен есеп шығару арқылы осы қасиеттерді міндетті түрде қолданамыз. Егер қасиеттерді білмейтін болсаңдар, онда ренжімеңдер, сендер логарифмге байланысты еш нәрсені де ұқпайсыңдар. Әрі қарай қасиеттер жалғастырамыз. 7-ші қасиетке келдік. 7-ші қасиет бізде мынадай. Логарифм санының дәрежесі болып келсе.
Ол кезде қалай болады? А-ның логарифм А негізді Б дәрежесі. Ол бізде әрқашан Б-ның өзіне тең болады. Міне, осы қасиет. Яғни, сан мен оның дәрежесіндегі логарифмнің негізі бірдей болатын болса, онда оның мәні тұтас осы санның көрсеткішінің мәніне тең болады. Мысалы, санмен көрсетейік. 4-тің логарифм 4 негізді 5 дәрежесі тең болады 5-ке. Өйткені мына жерде 4 және мынаның негізі екеуі бір-біріне тең. Онда осы 7-ші қасиетке қарай біз оны тұтастай 5-ке тең деп айтады екенбіз. Немесе 8 логарифм 8 негізді 3 тең болады 3-ке. Өйткені 8 пен 8 өзара тең екен. Келесі 8-ші қасиетке келеміз. 8-ші қасиет бізде мынадай. Логарифм А негізді n дәрежелі түбір астында x болсын. Осыны біз қалай өрнектейміз? Оны өрнектеген кезде тағы да айтам, бұлай жасаймыз. Ол бізде логарифм А негізді x-тің 1 бөлінген n дәрежесі. Өйткені неге? Түбір астынан шығарғанда сан ішіндегі дәреже сыртындағы дәрежеге бөлінеді. Ішінде x-тің 1 дәрежесі, сыртында n дәрежесі бар. Сонда 1 бөлінген n болады екен. Осы 1 бөлінген n дәреже жаңағы біздегі 5-ші қасиет бойынша логарифмнің алдына көбейту болып баралады. Міне осы жерге. Сондықтан оны біз 1 бөлінген n көбейтілген логарифм А негізді x деп жазалады екенбіз. Санмен көрсетейік. Мысалы, логарифм 11 негізді 3 дәрежелі түбір астында 8. Оны біз не істейміз? Оны алдымен біз логарифм 11 негізді 8-дің 3-тен 1 дәрежесі деп жазып алайық. Сол кезде 3-тен 1 логарифмнің алдына көбейту болып барады. 3-тен 1 негізді логарифм 11 негізді 8 қалады. Немесе тағы да біреу көрсетейік. Логарифм 9 негізді 5 дәрежелі түбір астында 3-тің квадраты. Ал оны біз қалай жазамыз? Оны біз жазған кезде логарифм 9 негізді 3-тің 2 бөлінген 5 дәрежесі. 2 бөлінген 5 дәреже логарифмнің алдынан көбейту болып барады. Сонда 5-тен 2 логарифм 9 негізді 3. Ал логарифм 9 негізді 3 ол 2-ден 1-ге тең. Өйткені неге? Өйткені бізде логарифм 9 негізді 3 болса, біз оны 2-ден 1-ге тең деп аламыз. Өйткені 9-ның 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1 дәреже дегеніміз ол түбір асты 9 дегенді білдіреді. Ол 3-ке тең екен. Сондықтан біз логарифм 3 негізді 9-ның орнына 2-ден 1-ді жазсақ болады. Нәтижесінде бізде 5-тен 2 көбейтілген 2-ден 1 тең болады. Қысқаратта 5-тен 1-дің өзіне тең болады екен. Міне, есеп осылай жалғасып шыға береді екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі қасиет бізде 9-шы қасиет. 9-шы қасиетті айтады бізде. Логарифм А негізді Б тең болады. Кез келген бізге осы өрнекті түрлендіру үшін, оны қандай да бір бөлшек түрінде жазу үшін ойымыздан кез келген негіз бере аламыз. Мысалы, логарифм С негізді Б бөлінген логарифм С негізді А деп ала аламыз. Неге? Өйткені қараңдар. Біз жаңадан негіз енгізген кезде оның мәні бөлшектің алымына кетеді, негізі бөлшектің бөліміне кетеді. Мысалы, бұлай ғой. Логарифм 3 негізді 2 болса, біз ойымыздан қандай да бір, мысалы, 4 немесе 7 немесе 12 деген сияқты кез келген бір негізді енгізгіміз келіп жатыр. Мысалы, 5-ті енгізейік. Онда біз логарифм 5 негізді 2-ні жазам, өйткені ол мәні болып тұр. Ал бөліміне логарифм қайтадан 5 негізді, енді негізін жазам. 3. Көрдіңдер ғой, 3 пен 2 қалай орындарға түсетіндігін. Немесе тағы да біреу. Логарифм 8 негізді 4. Бұл жерден жаңа негіз енгізетін болсақ, мысалы 10-ды енгізгілерің келсе, логарифм 10 негізді 4 деп 4 үстіне жазасыңдар, астына логарифм 10 негізді 8 деп бөліміне жазасыңдар. Осылай кез келген санды ала берсек болатын негіз еді. Қатып қалған ешқандай заңдылық жоқ. Ал енді 10-шы қасиет. 10-шы қасиет не дейді? 10-шы қасиетте біз былай істей аламыз. Кез келген логарифм А негізді Б-ны біз кері түрде былай өзгертсек болады. 1 бөлінген логарифм Б негізді А деп орындарын ауыстыруымызға болады. Ол қалай? Мысалы, логарифм 2 негізді 3.
Ал сендерге логарифм 3 негізді 2 керек болса, онда оны 1 бөлінген логарифм 3 негізді 2 деп жазсаңдар болады. Немесе логарифм 4 негізді 5, оны біз 1 бөлінген етіп жазғанда логарифм 5 негізді 4 болып, негізі мен мәнінің орны ауысып кетеді. Міне, дәл осылай. Жалпы мен сендерге қысқаша осылай логарифмнің 10 қасиетін жазып бердім. Осы 10 қасиетті мұқият есте сақтаңдар және дәптерлеріңе жазып алыңдар. Ұмытпауларың керек. Нәтиже керек болса, әрине курстың басынан бастап айтып келе жатырмын. Айтылған өте кішкентай мәліметтерді ұмытпауларың қажет екен. Мысалы, мынандай бір мысал көрсетейін. Жаңа 7-ші қасиетке байланысты. 7-ші қасиет бізде А-ның логарифм А негізді Б дәрежесі ол Б-ның өзіне тең еді. Мысалы, ол үшін мұнда негізбен, дәреженің негізімен сан екеуі бір-біріне тең болу керек еді. Мысалы, 49-ның логарифм 7 негізді 16 дәрежесі. 49-ның логарифм 7 негізді 16 дәрежесі. Ал енді осы жерден 49 мен 7 бір-біріне тең емес. Бірақ біз 49-ды 7-ның квадраты етіп жаза аламыз. Мұнда логарифм 7 негізді 16. Сондай-ақ осы 2 мына санның дәрежесі болып бара алады. Сонда бізде 7-ның логарифм 7 негізді 16-ның квадраты қанша болады? 256. 7 мен 7 бірдей болғандықтан, мұнда 256-ның өзіне тең болады екен. Мен енді қарапайым бір мысал көрсете салдым ғой. Жалпы осылай қолданасыңдар есеп шығару барысында қасиеттерді. Осыменен логарифмге түсінік беретін осы сабағымызды аяқтаймыз. Қысқаша әрі маңызды болды деген ойдамын. Айтылған мәліметтерді ұмытпайсыңдар. Ал мен сендермен келесі сабақта тағы да кездескенше деймін. Олай болса сау болыңдар.